Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен аяқ-қолдың қақсауы, оның негізгі себептері және үй жағдайында қалай емдеуге болатыны жайында әңгімелесеміз. Егер сізге бұл ақпарат пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Аяқ-қолдың қақсауының негізгі себептері. 1. Қан айналымының бұзылуы. Бұл көбінесе отырықшы өмір салтына байланысты. 2. Бұлшықет кернеуі немесе созылуы. Қатты жұмыс, спорт немесе ауыр зат көтеру кезінде жиі кездеседі. 3. Суық тигеннен кейінгі асқынулар. Суық ауа райында дұрыс киінбеу нәтижесінде пайда болуы мүмкін. 4. Аурулар. Остеохондроз, артрит, артроз сияқты созылмалы аурулар да себеп болуы мүмкін. 5. Дәрумендердің жетіспеушілігі. Әсіресе магний, кальций және В дәрумені. Үй жағдайында емдеу әдістері. 1. Әдіс. Жылы компресстер немесе жылытқыш пайдаланып, қақсаған жерді жылытуға болады. Бұл әдіс қан айналымын жақсартады және ауырсынуды азайтады. 2. Әдіс. Шөптік ванналар. Ромашка, түймедақ немесе жалбыз қосылған жылы суға 10-15 минут бойы аяқ-қолды салу бұлшықеттерді босаңсытады және қабынуды азайтады. 3. Әдіс. Уқалау массаж. Қақсаған жерді маймен немесе арнайы кремдермен уқалау қан айналымын жақсартып, ауырсынуды басады. Зәйтүн майына бірнеше тамшы эвкалипт немесе лаванда майын қосып қолдансаңыз, әсері арта түседі. 4. Әдіс. Құнарлы тамақтану. Рационыңызға кальцийге, магнийге және В тобының дәрумендеріне бай өнімдерді қосыңыз. Жаңғақтар, сүт өнімдері, балық, көкөністер. 5. Әдіс. Дене жаттығулары. Жеңіл физикалық жаттығулар қан айналымын жақсартып, бұлшықеттердің тонусын қалпына келтіреді. Мысалы, таңертең 5-10 минуттық жаттығулар жасау өте пайдалы. 6. Әдіс. Тұзды таңғыштар. Теңіз тұзы ертілген жылы суға дәкенім алып, ауырған жерге таңып қою. Бұл әдіс қабынуды азайтып, ауырсынуды басады. Маңызды ескерту. Егер ауырсыну ұзақ уақытқа созылып, жағдайыңыз нашарласа, міндетті түрде дәрігерге көрініңіз. Себебі кей жағдайларда бұл ауыр аурулардың белгісі болуы мүмкін. Егер сізге бұл кеңестер ұнаса, арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеода тағы да пайдалы ақпаратпен бөлісеміз. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер арнасы. Сау болыңыздар.